Дән. Көктем келді, барлық тіршілік оянды. Құмырсқалар да жан-жаққа азық іздеп кетіп жатты. Бір құмырсқа үй маңынан үлкен дән тауып алды. Қуанып, дәу дәнді арқасына жеп-жеңіл артып ап, ұясына қарай асықты. Бірақ дән ұя аузына сыймады. Жұмысшы құмырсқаның әуреленіп жатқанын көрген қарт құмырсқа: «Ұяның аузын үлкейту керек», деді. «Онда дәнді жерге көме тұрайық, әйтпесе торғай алып кетеді», деді тапқан құмырсқа. Әп сәтте-ақ екеуі дәнді көміп тастады. Сол сәтте жаңбыр жауып кетті. Құмырсқалар ұяға жүгірді. Көктемгі жаңбыр бірнеше күннен кейін бірақ толастады. Күн ашылғанда құмырсқалар тағы да жан-жаққа азық іздеп кете бастады. Екі құмырсқа дәу дәнді көмген жерге келсе, ол жерден дәу екі жапырақтың шығып тұрғанын көрді. Жапырақтың бірі ұяға көлеңке түсіріп тұр екен. Қарт құмырсқа: «Мына жапырақ ұямызды жаңбырдан әрі күннің ыстығынан қорғайды. Өсе берсін, біз тиіспейік», деді. Көп ұзамай екі жапырақтың қақ ортасынан бұлардан да дәу бір жапырақ өсіп шықты. Барлық құмырсқа жапыраққа таңдана қарады. Көп ұзамай оның үстіне тағы бірі шықты. Күннен күнге бұтақ іріленіп, жапырағы көбейіп, ұзарып өсе берді. Ақыр соңында бұтақ басына табақтай сары гүл пайда болып, алып гүлдің өсуі тоқтады. Құмырсқалар дәу гүлден өзгеше белгі байқалмаған соң оны ұмытып та кетті. Бір күні жұмысшы құмырсқа нан қиқымын тауып алды. Қиқымды арқалап ұясына жүгірді. Жете бергенде алдына бірдеңе сарт етіп түсті. Қараса, баяғы өзі көміп тастаған дәу дән екен. Дереу қарт құмырсқаға айтуға асықты. Оны шақырып келсе, дәу дәндер тау боп үйіліп қалыпты. Екеуі таң қап тұрып қалды. «Бұлар қайдан келген?» деді жұмысшы құмырсқа. Сол кезде тағы бірнеше дән аспаннан сарт-сұрт етіп түсті. Қараса, алып сары гүлден төгіліп жатыр екен. Қарт құмырсқа жан-жаққа кеткен құмырсқаларды шақырып, дәндерді лезде ұясына тасып алып тұрып: «Бір дәнді келесі көктемде тағы да көміп тастаймыз», деді. Қалғандары оны құптай кетті.